Қанша жасасаңыз да пирожкилеріңіз ойыңыздан шықпай жүрсе, осы видео сізге арналады. Дәл дүкендегідей жып-жұмсақ болып шығады. Біз сімлях деп ең алдымен жылы сүт пен жылы суды араластырып, оның үстінен қант және дрожжи салып, жақсылап араластырамыз. Кейін алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстіне салып, жып-жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай дәрежеге жеткеннен кейін үстінен кішкене сұйық май құйып, қайтадан жақсылап илейміз. Мінекей, қамырымыз дәл осындай жұмсақтықта болу керек. Үстін жылы орамалмен жауып, жылы жерге 1 сағат, 1,5 сағатқа демалдырамыз. Осы аралықта салмасын дайындаймыз. Картошкамызды жақсылап пісіріп, оның үстінен кез келген дәмдеуіштеріңізді салып, сармай салып, жақсылап езіп дайындап аламыз. Мінекей, осымен біздің салмамыз дайын. Осы аралықта біздің қамырымыз көтеріліп тұрады. Көріп тұрғандарыңыздай өте жақсы көтерілген. Енді осы қамырды бөліктерге бөліп аламыз. Мен көз мөлшерімен осындай қылып бөліп алдым. Мінекей, қамырымыздың барлығын бөліктерге бөліп алдық. Енді үстін жауып 5-10 минутқа демалдырамыз. Кейін қамырымыздың бірінші бөлігінен бастап, видеода көрсетілгендей етіп жайып аламыз. Қатты жаймаймыз, тек шеттерін ғана жұқартамыз. Ортасы кішкене қалыңдау болғаны дұрыс. Кейін ішіне салмамызды салып, осы видеода көрсетілгендей етіп, жақсылап ашылып кетпейтіндей жауып аламыз. Кейін үстін кішкене басып жайып шығамыз. Мінекей, осылайша пирожкилеріміздің барлығын жасап шығамыз. Кейін орта отта қызып тұрған майымызға екі жағын қызартып, асықпай пісіріп аламыз. Осылайша біздің жып-жұмсақ болып шығатын пирожкилеріміз дайын. Сіздермен болған Фариза. Егер де видео рецептім ұнаған болса, лайк басып, үнемі пирожкиге дұрыс шықпайтын таныстарыңызға жіберіп қоюды ұмытпаңыз.